Сәлем достар, көріп тұрғаныңыздай бүгін сұрақ-жауап видеосы болады. Мен өзімнің ВК группамда осындай пост қалдырған болатынмын, және осы посттың астында көптеген сұрақтар келді. Ең қызығы достар, мен бір сұрақтан жазыңдаршы десем, адамдар бәрібір 4-5 сұрақтан жазыпты сразу. Сіздер осы оқып білесіздер ме, айтып тұрмын бір сұрақтан деп. Окей, жақсы, келесте қайталамаңыздар. Сұрақтарға кеттік. Коронавирусқа сенесің ба? Көріп отырғаныңыздай, анимацияға деген қызығушылық қай кезде басталды? Жалпы мен кішкентай кезімнен сурет салған ұнататынмын. Сол себепті анимацияға қызығушылығым тез шықты. Алдағы уақытта анимациялық меме бола ма? Білмейтіндер болса, анимациялық меме деген мынау. Бүтіндеші тіркеліп, жақында шығады мульт, күлкілі болады мульт. Шыны керек білмеймін. Егерде көрермендер сұраса, әрине болады. Егерде сені атақты әнші анимациялық клип салып берші, 12 000 теңге беремін десе, сен не істер едің? Мені ақшаға құмар деп ойлап қалмаңыздар, бірақ 12 000 теңге деген анимацияға өте аз ақша. Негізі бұл жерде анимацияның сапасы, оның қанша минутқа жасалғаны шешеді. Мысалы 1 минут, 5 минут, 10 минуттық анимациялардың бағалары әртүрлі болады. Сол себепті бұл сұраққа нақты жауап беру мүмкін емес. GTA San Andreas'ке мульт пыжы. Егерде білмесең, біздің арнада жалпы GTA туралы мульт бар. Каналға кіріп қарауларыңызға болады. Сіздің көлігіңіз бар ма? Өкінішке орай жоқ. Сіз өзіңізге графический монитор алғыңыз келе ме? Мысалы XP Pen Artist 15. Әрине алғым келеді, бұл мен арманым ғой. Бірақ бұндай техника қымбат болғасын, әзірше өзімде бар планшетпен қолдана тұрамын. Сіз қандай мульттерді кішкентай кезіңізде көрдіңіз? Ал қазір қандай мульттерді көріп жүрсіз? Анимелерден басқа. Жалпы кішкентай кезінде мен барлығы сияқты Том и Джерри, Ну погоди деген сияқты мультиктерді қарадым. Ал қазір мен бүкіл анимация, бүкіл мультиктердің бәрін YouTube'дан қараймын. Мысалы, соңғы рет ұнаған мульт бұл Дух моей общаги. Анимация жасауға біреу осы мотивация берді ме? Міне осы керемет адамнан мотивация алдым. Лайк егерде кім екенін білсең. Осыдан бірнеше жыл бұрын анимация жасағанды достарын мазақтады ма? Жоға, керісінше респект айтты десем де болады. Өйткені анимация деген қызық қой. Қай қолмен сурет саласың? Салмайтын қолмен кейіпкеріңді салып көр. Мен тек қана оң қолмен сурет саламын, оң қолмен жазамын, және мен үшін сол қолмен сурет салу деген бұл бірінші рет. Ал көрейік қалай салады екенмін. Шынына керек, сол қолмен менде жақсы шығып келе жатқан сияқты да? Вау, міне бізде осындай керемет сурет шығыпты. Вау, білмеппін менде мұндай талант бар екен. Енді тек қана сол қолмен сурет салу керек сияқты. Қазан жайлы екінші видео қашан шығады? Ну, достар, егер сіздерге қызық болса, жалғасын әрине жасауға болады. Комментке жазыңыздар, көбі сұраса жасаймын. 2D немесе 3D анимация, қайсысы жақсырақ? Жалпы 3D анимацияда, 2D анимацияда екеуі де жақсы деп ойлаймын. Оларды салыстыру дұрыс емес сияқты. Мысалы, кейбір адамдарға 2D анимация ұнаса, біреулерге 3D анимация ұнайды. Мен өз басым екеуін ұнатамын. Қазақ анимациясын дамытқың келе ме? Ну, жалпы сіздер білетіндей, қазақ ютубында анимация контенті өте аз. Сол себепте мен ардам осы қазақ ютубында анимациялардың көбеюіне біршама көмегін тигізсе, мен әрине қуанышты болар едім. Бірақ бұның бәрі әрине сіздердің қолдауларыңыздың арқаларында. Менде анимация жасағым келеді, бірақ графический планшет жоқ. Не істеуге болады? Мен өткен видеоларымда айтқандай, қазір телефон бар бәрімізде. Ал телефон арқылы тоже анимация жасауға болады. Мысалы, міне осы программалар арқылы. Ал достар, осымен аяқтаймын. Жоқ, сіздердің фанарттарыңызды көрсетіп жіберейін. Барлық осы фанарт салған адамдарға шын жүректен рахмет. Ал егерде досым сен де тоже фанарт салып біздің видеоға шыққың келсе, өз артында біздің группаға жіберіңіздер. Лайк басайық, каналға жазылайық. Сау болыңыздар.